Мына біреу сұрақ қойыпты, біздің оңтүстікте бар дейді, оңтүстікте бар, батыста бар бұндай нәрсе. Кейбір көп жерде бар, қан шығару дейді, қандау. Ұзын сөздің қысқасы бұл тәуіптердің тірлігі. Үйді қандау, үйді тазарту деген бар ғой. Үйді тазарту деген нәрсе болса, үйді Құранмен тазартады. Құранмен тазартады. Үйді Құран оқисыз. Өзі түрі көп, жаңағы аяттар бар, суға үрлейді да, аяттар, жынға, сиқырға, дуаға қарсы аяттар, сол суға үрленеді да, деп соны оқып. Үйдің ішіне сеуіп тастайды, болды. Сол үйді тазарту деген, одан Құран оқылады. Одан басқа жоқ. Ал қандау деген, бұл ана ақшаның соры, сені тек ақшаның соратын ана тәуіптер бар ғой. Бұл тәуіптердің жұмысы. Қанға кім жиналады? Қанға жындар жиналады. Ал үйді қанда деп жатқаны, сен үйіңді қандағаннан кейін, ол үйіңе жындар топырлайды ғой. Не болады? Енді сен анау тәуіптің постоянный клиенті боласың. Қазақстанда тәуіп дегендер бұлар қазір ең жаңағы саудан өлтіреді. Өйткені адамдарды қорқытады, сен үйтіп қаласың, бүйтіп қаласың деп қорқытады ғой. Баяғысы адам қорқақ келеміз ғой біз. Оны мен шешем дейді. Бұлар тағдырға иман келтірмеген, бұлардың иманы бүтін емес бұл тәуіптердің. Өйткені олар, сен осы мынандай әкелсең, мен сенің өміріңді жақсартып берем, анау жолыңды ашып берем деп, Құдайдың құдіреті өздерінің жолын не болатынын білмейді. Бір бақсы келіпті де сол патшаға айтады, бір бақсы келіпті өміріңіздің алдын, болашақты айтады екен дейді. Сөйтіп өзінің жанындағы бір бақсы отыр. Қалай ойлайсың, ана бақсы отырады, ой, шынында да мықты екен дейді. Алдыртады, сөйтеді да патша айтады, басын алыңдар дейді. Сосын адамдар келді, басын алып тастайды. Бұл мықты тәуіп еді ғой, бұл болашақты мықты айтатын еді ғой, неге өлтіріп тастады десе, бұл ешак болашақты білетін болса, өзінің өлетінін білетін еді ғой, бұл кемес еді ғой дейді. Бұлар сондайлар бұлар. Адамды алдайды, адамды қорқытады да, сөйтіп не істейді, тек ақшаңды алу ғой мақсаттар сол. Сөйтіп та үйді қандаудың да сол. Қандау деген нәрсе, қажеке, қандау. Біреу келіп үйіңді тазарту керек, қандау керек десе, біліп алыңыз, болды ол тәуіп. Ал біреу келіп тазартам деп тұрса, бірақ қалай? Құран оқимыз, суға дем салып берем, соны шашып, сонымен үйіңді тазартасың деп жатса, ол дұрыс ол. Бұл тәуіп өкінішке орай бізде өте көп адамдар бұны көп қозғағысы да келмейді, жаңағы анау, солар тартысып кетеді, басқа кетеді. Біздің елімізде де оларға сенетіндер өте көп, өзінің жағына жармасады ғой, сен не айтып отырсың деп ше. Бірақ бұлар діннің дұшпандары бұлар. Айналып келген кезінде қалтасының қамы үшін жүргендер ғой бұлар. Талшылар, тәуіптер ше. Біреулер айтады, сен қазақилықты мойындамайсың ба? Мен қазақилықты мойындаймын, мен тәуіптікті мойындамаймын. Тәуіп, мына қазіргі мынау шайтандар ше. Мен оны мойындамаймын. Олар талшылар ше, талшылар. Ол қазақылық емес, оны шатастырма. Ол тәуіптік, талашу, ол қазақылық емес, кім айтты оны? Бұл саудагерлік бұл.